Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Аллаға мақтау, пайғамбарымызға салаваттар болсын. Алла субхану ва таала баршамызды өз рахметіне алып, қиямет күні жүздерімізді жарық етіп, таразымызды оң жағынан еткен болсын. Біз жалпы Жам Уасая фид-дин ва дуния деген атты кітаптан дәрісімізді бастаған болатынбыз. Алдыңғы дәрістерде біз ілімге қатысты бүкіл мәселелерді айтып өттік. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз тәубе жайлы болмақ. Тәубе дегеніміз не? Тәубе дегеніміз жалпы тілдік мағынасы қайту, қайта оралу дегенді білдіреді. Ал терминдік немесе шариғаттағы мағынасы күнә істі тастау, оған өкініп қайта оралмау. Бұл тәубе етудің үкімі парыз болып саналады. Неге парыз? Себебі Алла субхану ва тааланың ат-тауаб деген сипаты бар, ал-ғаффар деген сипаты бар. Мына жерде мынау көріп тұрсыздар ғой, Алла Тааланың 99 есімінің ішінде тауаб, ғаффар, яғни тәубені қабыл етуші, кешірімді, күнәні жарылқаушы деген мағынаны білдіреді. Енді кімнің күнәсін кешіреді? Кімнің күнәсін жарылқайды? Демек, күнә істейтін, қателікке бой алдыратын пенде бар. Пайғамбарлардан басқасын барлығы күнә істеп қояды. Міне сондықтан да біздің тәубе етуіміз, күнәмізге жарылқау тілеуіміз ол парыз екен. فَلَوْلَا ظُلُمَاتُ الذَّنْبِ مَا عَرَفْنَا نُورُ التَّوْبَةِ. Егер біз күнәнің қараңғылығын білмегенімізде тәубенің нұрын білмес едік дейді. Ибрахим Атхам бір күні Кабаны тауаф етіп, Мультазам деген Кабаның несі ғой, қақпасы. Соның астына барып, жалбарып, Алладан сұрайды екен: "О Раббым, менің күнәмді жарылқада, кейін ешқандай күнә істемейтін пенделердің қатарына қос" дейді ғой. Сонда Алладан аян келіп оған: "О Ибрахим, менің бүкіл пенделерінің барлығы осы күнәдан пәк болуын қалайды. Яғни ешқандай күнә істемейтін пенделердің қатарынан болуын қалайды. Егер де олар күнә істемесе, мен кімнің күнәсін жарылқаймын, кімнің тәубесін қабыл етем" деген екен. Демек, пенде міндетті түрде күнә істеп қояды. О баста білесіздер, Адам алейхиссалам Алла Тааланың жеме деген ағашынан жемісін жеп қойды, қателікке бой алдырды. Сонда Хауа анамыз екеуі: "Қала Раббана заламна анфусана ва ин лам тагфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин". О Раббым, өзімізге зұлымдық етіп қойдық. Егер біздің күнәмізді жарылқамасаң, және бізге мейірімдік танытпасаң, біз қасіретке ұшыраушылардан боламыз дейді. Мына Адам алейхиссаламның Алла Таала тәубесін қабыл етті. Бір деректерде келеді, Хасан Басри жеткізеді. Адам алейхиссаламның тәубесі қабыл болған кезде періштелер келіп оны құттықтапты: "О Адам, құтты болсын" дегендей. Сонда Адам атамыз уайымдап, алдағы ісіміз не болады дегенде, Алладан уахи келіп: "Сен бір қателік істеп, өзіңнің ұрпағыңа қиындық тудырдың. Және де оларға тәубе есігін ашып бердің. Егер сенің ұрпағынан қайсы бір пенде, құлым, дұға етсе, дұғасын қабыл етем. Кешірім тілесе, кешірім етемін". Міне сондықтан да бұл күнә атауы деген дерт қой ол. Мынау адамды екі дүниеде бақытсыздыққа ұшырататын. Қаншама мысалы алдымызда пайғамбарлардың қауымы өтті. Нұх пайғамбардың қауымы қандай апатқа ұшырады? Айтыңыздаршы. Су тасқынға тап болды. Не себепті? Пайғамбарларына қарсы шыққандығы. Лут пайғамбардың қауымы, олар сондай арсыздық істеп, Аллаға қарсы келіп,
сондай апатқа тап болды. Міне енді құтылық жол қайда десе, Алла субхану ва тағала тубу илаллахи джамиан айюхал муъминун лааллакум туфлихун дейді. Ей мөміндер, толығымен сендер барлықтарың Аллаға тәубе етіңдер, мүмкін құтыларсыңдар дейді. Міне бізге құтылу жолды көрсетіп жатыр. Міне демек тәубе не екен? Құтылатын жол екен. Бұл тәубенің не үшін жасаймыз? Оның маңыздылығы неде? Екі нәрседе екен. Біріншісі, құлшылығымыз қабыл болу үшін тәубе қажет екен. Жаңа біз айттық қой, күнә істеген адамның жүрегіне бір қара дақ түседі екен. Бір күнә жасасаңыз, жүрегіңізге бір қара дақ түседі. Егер екеу жасасаңыз, екі қара нүкте пайда болады. Ал енді күнәні жасаған сайын адамның жүрегіндегі қара дақтар көбейіп қараяды, қарайған кейін қатаяды. Қатайғаннан кейін не істейді ол? Құлшылық жасалмайды, ол жүрек Аллаға бойсынбайды. Міне сондықтан да бұл жүректі әрі нұрландырып та, әрі жұмсартып та тұратын ол тәубе екен. Маймун Мухрам былай дейді: егер пенде бір күнә жасаса, жүрегіне бір қара дақ түседі дейді. Ал егер тәубе ететін болса, сол жүрегіндегі дақ өшіріледі дейді. Пенденің жүрегі айна тәрізді дейді. Айнаның бетінде мысалы ешқандай тат баспаса, сен өзіңнің жүзін көресің, артында келіп жатқан адамды көресің, дұрыс па? Мөміннің жүрегі сондай дейді. Жүрегі таза болса, ол шайтанның қайдан келіп жатқандығын көреді дейді. Ал енді сол жүрегінде дақтар көбейетін болса, ол шайтанның қай жақтан азғырып жатқанына мән бермейді. Істеп жатқан ісін ол сауапты, дұрыс істеп ойлайды. Бірақ оны шайтан азғырып, басқа жолға алып кетіп жатқанынан ол қабілсіз болады. Екіншісі, бірінші құлшылық жасауымыз. Екіншісі, құлшылығымыз қабыл болу үшін тәубе қажет. Сіз өзіңіз, мысалы, қол астыңызда бір адамдар жұмыс жасап жатыр. Сізді тыңдамайды, сізге бойсынбайды, жатып алады, жалқау. Айдың соңында сізден ақысын сұраса, не істейсіз? Бересіз ба? Көріп тұрсыз, күнде жалқау, айтқаныңыз істемейді, қырсық. Айлығыңыз бермейсіз, тұрсыз ба? Сол секілді біз күнә жасай берсек, тәубе етпесек, біздің құлшылығымыз қабыл болмайды. Оның сыйын аламай қаламыз. Ибраһим Нахи айтады былай: сендер дерттің не екенін, оның дауасы не екенін, және оның шифасы не екенін білесіңдер ме дейді. Ол айтады: күнә ол дерт, истиғфар ол дауа, емі, ал шифасы тәубе екен. Міне сондықтан да адам баласы қателік істеді ме, тәубеге жүгіну керек. Тәубе істемей жатып, мына нәрсеге мән беру керек. Ең бірінші, күнә жасайын деп жатқан адам сол күнәнің қандай жаман екендігіне назар салу керек. Күнәнің соңы неге алып баратынына назар аудару керек. Одан кейін күнә істеген адамға Алла субхану ва тағала әділдігімен қиямет күні азап беретіндігін мән беру керек. Ал ол азап қатты екендігіне тағы да мән беру керек. Ал енді одан кейін сол қиямет қайым болған кезде адам баласын тозаққа алып кетіп жатқанда сіз қашып үлгеретіндей, қашып құтылатындай жағдай бола ма ол жерде? Сіз ол жерде тозақтың періштелері бар, соларға қарсы шығатындай сіздің күш қуатыңыз бар ма? Жоқ, өзіңнің әлсіздік екендігін біліп ал дейді. Одан кейін
қазір біз осы дүниеде күннің қатты ыстығына шыдай аласыз ба? Біреу басыңызға ағашпен ұрса, оған төтеп бере аласыз ба? Немесе аяғыңызды шаян шақса, сіз қандай күйде боласыз? Шамаңыз келмейді. Ал енді тозақтың оты қандай болады? Бұл дүниенің ең мықты деген оттарыңды қабірдің жаңағы азабымен салыстырсаң, қабірдікі 99 есе жоғары болады. Ал ол тозақтың несі оты, одан да 99 есе жоғары болады. Ал ойлап көр енді. Жай ғана бір отты жақта қолыңды барып, сол жерге барып тигізіп көрші, жаның шығып кетеді. Ал енді тозақтың сақшылары, сол тозақтың қамшыларымен ұрған кезде төтеп бере аласың ба соны? Немесе жаңағы тозақтағы шаяндар бар, жыландар бар, шаққан кезде 40 жыл сол ауру кетпейтін. Соған төтеп бере аласың ба дейді. Демек, сен тәубе етпей жатып, сен күнә істейін деп жатқанда осыған мән бер дейді. Алла Тағала мөміндерге құтылу жолы ретінде тәубе есігін қиямет қайым болғанға дейін және жаны алқымына тірелгенге дейін ашып қойды мені. Мүмкіндік беріп қойды. Сондықтан да Алла Субхану ва Тағала қандай күнә болса да кешіреді. Осыған мән беру керек пенделер. Бір күнә істеп қойдым ба, ол уайымға түсіп, болды мен біттім, тозаққа түстім деген нәрсе мөмінде әрине қорқыныш болу керек, бірақ үмітті болу керек. Алла Субхану ва Тағала Құран кәрімде пенделерім өздеріне, яғни зұлымдық еткен пенделерім, олар Алланың рахметінен күдір үзбесін дейді. Алла Субхану ва Тағала күнәларды жарылқаушы дейді. Қандай күнә болса да Алла Тағала кешіреді. Тек серік қосқанды кешірмейді. Ол серік қосқанның тәубесі қандай? Бірінші иман келтіресің, кәлима шахадаңды айтасың. Одан кейін тәубе етесің. Шайтан лағнет атқыр, білесіздер, Алланың әміріне қарсы келіп, тәкаппарланып, қуғындалды, жәннаттан шықты, жерге түсті. Одан кейін ол Алладан мүмкіндік сұрады. Осы адам себепті мен сенің рахметіңнен қуғындалдым, маған мүмкіндік бер деді. Алла Тағала оған қияметке дейін мүмкіндік берді. Бірақ сол кезде шайтанның серті бар. Осы адамның, яғни адам себепті мен сенің рахметінен қуғындалдым. Осының ұрпақтарын қияметке дейін өзімен бірге тозақ қалып кетемін деді. Олардың алдынан, артынан, жанынан, үстінен, астынан, бәр жерінен келіп азғырамын деді. Ол серт алды. Сол сертін орындап жатыр. Сондықтан да 24 сағат ол ұйықтамай сізбен алысып жатыр. Ал сіз болсаңыз не істейсіз? Жарайды деп жаның ашып оған істейтін ісіңді істей бер деп жатамыз ба біз? Күнә іске осы шайтан сізді жетелейді. Жай ғана азғырады, жай ғана уасуаса қылады. Ал сіз соны орындайсыз. Бірақ Алланың рахметі, Алланың мейірімі. Егер пендем аспан мен жерді толтыратындай күнә істеп, соңынан тәубе етсе, менен жарылқау тілесе, олардың күнәсін кешіріп жіберемін деді міне. Сонда осы күнәнің кешірілген, тәубенің қабыл болған көргенде шайтан істеген ісін бәрі еш болады да. Міне Алланың мейірімін біз Алла Тағала бізге мүмкіндік берген кезде тәубені тоқтатпау керек. Ойламаңыздар, сіздер мен үлкен күнә істеп жатқан жоқ, мен тәубенің қажеті жоқ дегендей. Ғайбат айтудың өзі үлкен күнә, білсеңіздер. Сондықтан да мына тілдің сүйегі жоқ.
оған ерік бере беруге де болмайды. Зина істеген жоқпын, арақ ішкен жоқпын, мен бұл үлкен күнәдан пакпын дегендей. Жоқ, айта алмайсың сен ол. Басқа жағынан істеп қойып жатсың. Ата анаңа түх деме деді ғой Құранда, білесіздер ма? Осы жерде кішкентай біз осы атаға деген құрмет, анаға деген құрмет, осындай кезде мысалы бір нәрсеге жұмсаған кезде түх деп қаласың кейде, қойшы дегендей. Іштен күрсініп те қаласың. Сақ болу керек. Міне сондықтан да Алла Тағала бізге тәубе есігін ашып қойды. Тәубені күнде жасауың керексің ғой. Пайғамбарымыз өз күніне қанша рет жасайтын болды? Қанша рет истиғфар айтты, қанша рет тәубе етті? Айтыңыздаршы. 100-ден астам, бір риуаятта 70-тен астам деп келеді. Дұрыс па? Енді әрине жаңағы үлкен күнәдан аулақпыз, болмаса сондай бір ойлар келеді. Дегенмен де ғалымдар үлкен және кіші деп күнәлардың өзін бөліп берді ғой. Кейде ғалымдар кез келген ісің кішкентай болса да үлкен болып санауы мүмкін да, сен оған мән бермейсің. Сондықтан да мынандай себептермен кішкентай күнәң үлкен күнәға айналып кетеді. Бірінші, күнәні жеңіл санап, үнемі соны істеп, табандап тұрып алған күнәң үлкен күнәға айналып кетеді. Сондықтан да «Ла сағирата мa'al исрар, ва ла кабирата мa'al истиғфар» дейді. Яғни табандап бір кіші күнәні істей беретін болсаң, ол кіші күнә болмайды. Сол секілді истиғфар айтып, Алладан жарылқау тілесең, үлкен күнәңнің өзі үлкен күнә болмай қалады. Яғни Алла Тағала кешіреді деген. Бұл біріншісі. Екіншісі, күнәні кіші санау. Менсінбеу. Макрух қой дегендей. Бізде сондай қалыптасқанда, бұл макрух болмайды десең, ол макрух қой ол. Кейбіреу темекінің үкімін сұрап алады. Ханафи мазхабында қандай? Макрух, тахрима. Күнәға алып баратында макрух қой, күнә болып саналатын. Макрух екен ғой деп тарта береді темекісін. Бірақ қазір таңда ғалымдар бұл темекінің қандай зиян екендігін нақты ғой, белгілі ғой. Құран аяттарымен, хадистермен не істеді? Дәлелдеп харамға шығарды. Өздеріңді құрдымға, қауіп қатерге салмаңдар деген аят. Пайғамбарымыздың хадисінде өзіңе де өзгеге де зиян берме деген хадис. Осы екеуін алға тартты да харам деген үкім шығарды. Ол өзіңе де зиян тартсаң, өзгеге де зиян ғой. Ал өзгеге сенен қарағанда үлкен зиян болады ол. Одан кейін кіші күнәға қуанбау. Яғни мақтанбау. Мен кеше ананы былай істедім, мен былай істедім. Мені ананы абыройын аяқ асты қылдым көпшіліктің арасында мақтанып отыру. Бұл да үлкен күнәға айналып кетеді кішкентай. Одан кейін істеген күнәсін жария ету. Кішкентай күнә болсын, басқа күнә болсын, ол жария ететін болса, жария қылып, басқаларға айтатын болса, ол үлкен күнәға айналады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам менің үмметімнің күнәларын барлығы кешіреді. Тек қана жария еткендердің күнәсі кешірілмейді деді. Олардың бірі түнде күнә істеп, Алла Тағала оның күнәсін жасырған кезде, таң атқанда сол күнәсін ол өзгелерге айтып жария етеді. Міне сол күнәсін істейді, Алла Тағала оны үлкен күнәға айналдырып жібереді мені. Сондықтан да сен ешқашан күнә істеме дейді. Күнә істеген жағдайда өзгеге оны қызықтырма дейді. Сенің істеген ісіңді басқаға қызықтырып, соған істетсең, сен екі күнә арқалайсың дейді.
Міне сондықтан да тәубе оның есігі қияметке дейін ашық. Иншалла келесі дәрісімізде ары қарай жалғастырамыз. Тәубенің шарттары бар, тағы басқа да тоқталатын жайттар бар. Алла субхану ва тағала осы естіп білгендерімізге амал еткен болсын. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана.